әріптестеріміздің тарапынан сабақ барысында сергіту сәтін жиі қолданасыз ба деген сауал түскен екен. Ең алдымен балалардың жас ерекшелігін ескеремін. Әрине, 1-4 сынып болса, балаларға сергіту сәтін жиі қолданған абзал. Ал 5-9 сыныптар үшін сіздерге ашып айтатын бір мағлұматым бар. Мәселен, қысқа мерзімді жоспарға кейде арнайы сергіту сәтін енгіземін, бірақ балалар тарапынан белсенділік танытып, сабақ қарқынды жүріп жатқанда уақыт тұрмайын деп, ол сергіту сәтін қолданбайтын тұстарым болады. Ал кейде тіпті қысқа мерзімді жоспарға сергіту сәтін кіргізбегенде, аяқ астынан балалардың шаршаған кейпін, бір енжарлық танытқан тұстарын байқасам, олардың байқампаздық қабілетін арттыру мақсатында қажет жерде сергіту сәтін қолданып отырамын. Бұдан шығатын түйін, сергіту сәті дер кезінде баланың қажеттілігіне сай жүргізілсе, әлде қайда сабақ нәтижелі болмақ. Істеріңізге сәттілік.